Балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Балалар, етістік құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Ал күрделі етістік дегеніміз 2 не 3 сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Тағы да басқа етістіктерді жатқызуымызға болады. Балалар, мысалды оқып, әрі қарай не болатынын болжаңдар. Мысалдағы қарамен жазылған етістіктердің дара немесе күрделі екенін ажыратыңдар. Дескрипторы. Мысалды оқып, әрі қарай не болатынын болжайды. Мысалдағы қарамен жазылған етістіктердің дара немесе күрделі екенін ажыратады. Балалар, дәптерімізге өлеңді қатесіз көшіріп жазыңдар. Өзі мықты не деген, жүгі қандай зор еді, тіп-титімдей денемен тау көтеріп келеді. Етістіктерді тауып, астын сызыңдар. Дара немесе күрделі екенін ажыратыңдар. Дескрипторы. Өлеңді мәнерлеп оқиды. Өлеңді қатесіз көшіріп жазады. Етістіктерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратады. Балалар, үйге тапсырма. 80-ші бет, 29-ші жаттығу. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жазыңдар. Өсті, өсіп келеді. Сол сияқты қалған етістіктерімізді күрделі етістікке айналдырып жазыңдар.